алыңыздар, қарсы алыңыздар. Димаш жарық дүниеге кел дегенде жарқырап айналаны нұрға бөле ме, әлде жай ғана бір қазақша оқуға бәк жаныңды кірлеттей кемелдікке ұмтылуға, әлде жан қинамай жай парағат күн өткізуге, бәлкім кездесіп кеткен шөл даланы айырылмаққа айналдырып шығар. Алдымда шоу, бірақ олар қайда апарады? Жақсылыққа ма? жолың бар. Жамандыққа ма? Мен білетін өмір нұрлы шуақтар тұрады. Өмір құстардың қауыстап ұшқаны, жапырақтағы таңғы шықтың мөлт-мөлт етіп күн нұрымен шағылысып ойнағаны, бізді жарық дүниеге құштар ететін құдіретті күш те осы болар. Біз көктемді аңсаймыз, бірақ ол келсе қара дауылға айналып жапырағын жұлмалаймыз. Өзіміз еккен ағашты кескілеп түбірімен жұлып тастаймыз. Ашық күнде адасып аңсарымыздан көз жазып қаламыз. Дүниеде жақсылық пен жамандық, шауыстық пен мейірім астасып жататыны рас шығар. Бүгін суық желден қорғанып, бетіңді бір кесіп, ертең бақыттан бал-бұл жанған жүзіңді өзің басқарға тосуың мүмкін. Неге? Сұрағыма жек жоқ. Біз кімбіз? Мұнда не үшін келдік? Біз кімбіз? Мұнда не үшін келдік? Біз тарихтың басы мен соңымыз. Бірақ не үшін жаралғанымызды толық түсінер сәт туар ма екен?